Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен 2-3 ингредиенттен тұратын тауық рулетінің рецептімен бөлісетін боламын. Ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер, өте дәмді болады. Рулетті тауықтың төсетінен жасайтын боламыз. Тауықтың төсетін кесіп, жуып алдым. Осыларға қазір тоз бұрыштарды салып, жақсылап араластырып, 1-2-3 минутқа қойып қоямыз, тұз сіңу үшін. Өрік пен черносливка ыстық су құйып, 5 минутқа қойып қоямыз. Егер де сіздердің чернослив пен өріктеріңіз свежий болса, онда құюдың қажеті жоқ судың. Тауықтың төсетін турап алдым. Енді мясорубкадан бәрін өткізіп аламыз. Қыздар, мен морозилкадағы қатып тұрған чесногымды салатын боламын. Егер де сіздердің чесноктарыңыз свежий болатын болса, осы етті өткізіп атқан кезде тауықтың етін арасына қосып өткізіп жіберіңіздер. Аяғында өткізбеңіздер, өйткені мясорубкада қалып қалады ет. Менікі морозилкада болғандықтан мен қазір өткізбейтін боламын. Мен қыздар, мен чесногымды шығардым морозилкадан. Қазір бір жұмыртқаны салып, бәрін жақсылап араластыратын боламын. Қыздар, араластырып болғаннан кейін енді осы фаршты жақсылап ұрғылаймыз. Ұрғылаған кезде фаршымыз бір-біріне бірігетін болады. Ұрғылау процесі осылай болады. Қолымызбен уыстап алып, осы чашкаға қаттылап ұрғылау керек. Қарасаңыздар, уже бірігіп жатыр, осылай бірігу керек. Судан чернослив пен өрігімізді алып, осылай турап аламыз. Тағы да қайталап айтамын, қыздар, егер де өріктеріңіз, черносливтарыңыз жұмсақ болса, онда ыстық суға салмаңыздар, езіліп кететін болады. Тек қана бір суға чайваңыздар, жылы суға болды. Қатып тұрған ғана болса салыңыздар. Фольгамды төсеп алдым. Мен 2 фольга төседім. Негізінде 1 фольга төсесе болады. Маған 2 фольга төсеп жұмыс деген ыңғайлырақ. Фольганың үстіне сұйық жағып шығамыз түгел. Рулетімнің көлемі әсел пештің 4 бұрышты листіне салып пісіретін боламын. Тура 4 бұрышты листтің көлемінде қылып, қазір рулетті жайып салатын боламын. Фольганың үстіне саламыз. Барлығын бір көлемде, бір қалыңдықта қолдың көмегімен жайып шығамыз. Жайылған фаршымыздың үстіне осылай нори жапырағын қоямыз. Нори жапырағын барлық түрі болады. Осылай біреуін қоямыз, жанына нориді тағы да бір рет бөліп, жартысын қоятын боламыз. Тура осы видеодағындай қойып шығамыз. Бағанаға туралған өрігіміз бен черносливімізді қойып шығамыз. Осылай бас жағына. Негізінде ол міндетті емес, өрік, чернослив. Тек қана өрік қойсаңыздар да болады, или тек қана чернослив қойсаңыздар да болады, салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Осылай соломка қылып турап салсаңыздар да болады, или 4 бұрышты қылып турап салып қойсаңыздар да болады. Ол міндетті емес, ол өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әртүрлі қылып салып, әртүрлі қылып істесеңіздер болады. Нори, өрік, чернослив дегендер рулеттің ортасына әдемі
әдемілік үшін салынады. Туралған кезде әдемі көрінеді. Егер де сіздерде нори жоғалып қалса, ери ұнамаса, нори өріктегендер, онда салмай қойсаңыздар болады. Құры фарштың өзін орап жасауға да болады. Қыздар, тура видеодағындай ораймыз. Үсті басын бірінші рет басып аламыз жабысу үшін. Сосын фольганың көмегімен осылай орайтын боламыз. Тура видеоға қарап, қысыңқырап ораңыздар. Өйткені қалай орайсыздар, рулет тура солай пісетін болады. Егер де ортасы ашық қалған болса, піскен кезде де ортасы ашық болып тұрады. Осылай фольганың көмегімен жайлап ораймыз. Оны қатты қысудың қажеті жоқ. Егер де қазір ораған кезде бір жағы үлкенірек, бір жағы кішірек болып қалса, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Орап болғаннан кейін бәрін бір келкі қылып түзелеп алуға болады. Осылай фольгаға орап, екі жағын өстіп аузын біріктіріп, егер де рулеттеріңіз бірдей болып қалмаса, өстіп қамыр жайғанда бір-екі рет өстіп жайып ұрғылап жіберсеңіздер болады. Оны қатты ұрып или қатты жаюдың қажеті жоқ. Өте жұмсақ, өте нәзік дүние болғаннан кейін ол езіліп кетуі, шашылып қалуы мүмкін. Сондықтан жай аккуратно жасаймыз, қыздар. Енді осы фольганы тағы да бір фольгаға орайтын боламыз. Негізінде 3 рет ораймыз. Сол кезде рулетіміз күйіп кетпейтін болады. Бұл өте нәзік болғандықтан ол күйіп кетуі мүмкін. Қарайып күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан біреу емес, екеу емес, 3 фольгаға орап, қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағат пісіретін боламыз, қыздар.
пештің табағының үстіне осылай бір пергамент қоятын боламын. Пергаменттің үстіне рулетті салып пісіретін боламын. Қыздар, міне 1 сағат өтті. 1 сағат өткеннен кейін рулетті алып 5 минутқа суытып қойдым. 5 минуттан кейін фольгалардың барлығын алып тастаймын да басқа фольгаға орап бір 10 минутқа қойып қоямын. 10 минуттан кейін рулетіміз суыды. Суығаннан кейін егерде сіздер асығып тұрсаңыздар 3 сағат или 2 сағат қана, одан артық қоюға болмайды. Морозилкаға салып алсаңыздар болады. Одан кейін алып турап дастарханға қоя берсеңіздер болады. Егерде қатты асығыс болмасаңыздар 1 түнге қойып қою керек. Ол міндетті, қыздар. 1 түн холодильникте тұру керек. 1 түн тұрған рулет дәмі өте жақсы сініп, қатып, туралған кезде шашылмайтын, өте сондай жақсы болады. Қыздар, мен рулетімді 1 түнге қойдым, яғни 7-8 сағатқа қойып қойдым. Енді 7-8 сағаттан алып тұрмын. Қазір фольгадан алып, негізінде рулетті тураған кезде әдемі туралу үшін, дастарханда қойылғанда әдемі көріну үшін ортасынан қиғаштап 1 рет бөліп аламыз. Сол кезде турағанға да ыңғайлы, дастарханға туралып қойылған кезде өте әдемі көрінетін болады. Қараңыздар, қыздар, турылған кезде қандай әдемі көрінеді. Нори, өрік, кураганың өзінің бір сондай әдемілігі болады. Жеген кезде де дәмі өте ерекше болады. Прям сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Дәмінің сондай дәмділігі. Егер сіздерге менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, лайк қойып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Егерде менің инстаграм парақшама тіркелмеген болсаңыздар, инстаграм парақшама тіркеліп отырыңыздар. Өте қызықты стористар салып отырамын. Өте пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима.